Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп қағидатын іске асыру бойынша жұмысты жалғастыруда. Еске саламыз, ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 301 бабы бойынша күшті әсер ететін заттардың заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Мұндай заттардың тізбесіне жастар арасында көңіл көтеретін газ ретінде белгілі азот оксиді де енгізілген. Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті тыйым салынған заттарды тарату фактілерін анықтау және жолын кесу бойынша түнгі клубтар мен ойын-сауық орындарында тұрақты негізде рейдтік іс-шаралар жүргізеді. Жыл басынан бері республика бойынша 49 факт тіркеліп, 1,5 мыңнан астам баллон және көрші мемлекеттен көңіл көтеретін газды жеткізу арнасы жоюмен 2 автоцистерна тәркіленді. Осы фактілердің барлығы бойынша қылмыстық істер қозғалды. Күшті әсер ететін заттардың заңсыз айналымы үшін соттың айыптау үкімі заңды күшіне енді. Оның шешімі бойынша кінәлі адам 8 жылға бас бостандығынан айыруға сотталды. Ішкі істер министрлігі барлық азаматтарды, әсіресе түнгі ойын-сауық орындарының иелері мен әкімшілерін азот оксидінің өткізуге және таратуға жол берілмейтіні туралы ескертеді. Тыйым салынған заттарды тасымалдауға, сақтауға және өткізуге қатысы бар барлық адамдар жауапкершілікке тартылады. Заң бұзушыларға қатысты жазаның бұлтартпастығы қағидатын әрдайым есте сақтаңыз.